біреулер жазып жатыр тағы да жарты бастар. Жақсы, мәжбүрлетіп тіркетейік саған көмектестік. Бірақ сайлауда сен өткізбейді ғой. Біз сайлауды күтпейміз. Мінекей, мына халық жиналса, бір күні шығарып, сол күні тіркемесе, ана президент керек жоқ Алматыға, Алтын базарға қиялданып жиналып, Ақордаға барып басып алып билікті қолға аламыз. Кезінде Саакашвили сияқты, Шеварднадзені қойғанда. Не болмаса басқаларда. Мінекей. Тіркеткеннен кейін партияны сол күні мынау Тоқаев қасындағы сүмелектермен президент, парламент заң шығарады. Ал жігіттер 2 айдан кейін сайлау парламентті деп болды. 2 ай өтеді, сөйтіп біз сол парламентті көпшілікті алып, билікті қолға аламыз. Содан кейін бізде басталады Қазақстанда реформалар, содан кейін өзгеріс басталады. Бұл сайлау өткізу керек, заң формасын сақтау керек. Себебі шетелде жаңағы қолдау деген бар, легитимность деген бар. Осының бәрін сақтап, ақылмен заң формасыларын сақтатып, заңды танимыз, Құдайға шүкір, солай жүргіземіз біз. Ал жаңағы айтқандай жарайды тіркедіңдер, сосын келесі сайлауды күтпейміз 1 секундта. Сол күні жариялайды, екінші күні жариялайды, 2 айдан кейін сайлау болады бізде деп. Оларды қалыптасқан жағдай ғой. Бірақ ол сайлау олардың мүддесі үшін болмайды, біздің мүдделеріміз болады. Осылай ғана сұрақты қою керек. Қалған жаңағындай боғын езіп, заңды өзгертейік, Петропавлды бүйтейік, сөйтейік деп, ол нақұрыстардың ісі. Пайдалы нақұрыстардың. Нақұрыстардың түр-түрімен болады ғой. Ол жерде саясат болғаннан кейін пайдалы нақұрыс деп саяси түсінік бар.